Сәлеметсіздер ме, қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге таныс ұры атты әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де қазақша каналдың дамуына үлес қосып отырыңыздар. Таныс ұры. Гүлсім 2 бөлмелі үйде жалғыз тұрғалы 7-8 жылдың жүзі болды. Оянғанда жалғыз, жатқанда жалғыз, телефонмен болмаса жұмыстан келген соң тіпті дыбыс шығарып сөйлемейді де. Бұл үйде әңгіме дүкен құратын бас қосулар да өте сирек болады. Жастай жалғыз қалды. Жесір емес-ау, сүйіп қосылған жары екеуі дәм-тұздары жараспай бөлек кетті. Дүниеге әкелген 2 қызы бой жетіп тұрмыс құрды. Сол қыздары жылына 1 рет келгенде үй іші базар болып қалатыны бар. Жиендері асыр салып ойнап, үй ішін шаттыққа бөлейді. Олар кеткен соң бұрынғыдай жалғыздық. Міне, бүгін де жалғыз өзі. Газ үстіндегі шайнектің астына от тұтатты. Кеш қараңғысы түсіп қалған кез. Жанған газ жарығына біраз қарап отырды да, шай ішуге зауқы соқпай, плита тетігін бұрап өшіре салды. Су ішті. Дәл әдеттегідей теледидар алдында жайғасты. Арналарды ары-бері алмастырып, ешқандай жаңалық хабардар көңілін аудармаған соң теледидарды да тетігінен ажырата салды. Оңдап ән салғысы келді. Онысынан ештеме шықпады. Теледидарды қайта қосып, теледидардың музыка арнасының дауысын барынша көтеріп ән тыңдады. Жоқ, қайта өшірді. Жалғыздыққа деген өшін теледидардан алғысы келгендей пультті диван үстіне лақтыра салды. Қыздарының бала күніндегі суреттерін көргісі келіп, альбом парақтады. Күйеуінің 2 қызын иіскей тұрып, қапсыра құшақтап түскен суретін көріп, ыза булықты. Егер жалғыз өзі түскен суреті болса, ұсақтап, жыртып тастар еді. Гүлсім бүгін әдеттегіден жұмысқа ертерек келді. Беті сіңкі, дұрыс ұйықтамағандықтан болар. Күндегідей әріптестермен ақжарқын амандасуға да зауқы соқпады. Қол сөмкесін орындықтың арқасына іле салды. Жұмыс үстелінің үстіндегі 2 қызының бала күндегі суреттеріне ұзақ қарады. Қыздарының әкесімен тұрған 13 жылын ой елегінен өткізді. Бөлмедегі қызметкерлері келе бастады. Түскі үзілісте қатар отыратын Жамалға өзінің көңіл күйімен бөлісті. Жамал, құрбым, саған 2 кеңес ұсынамын. Бірі күйеуге шығу, екіншісін пәтерге 1-2 қыз жіберу. Қалада барар жері болмай жүрген қыздар баршылық. Неге солай жасамасқа? Әрі қалтаңа қаржы түседі. Гүлсім, шын мәнінде осылай жасауға болады екен-ау. Ақыл қосқаныңа рахмет. Жамал, бірақ оларды мен қалай іздеймін деді. Ойбай-ау, 21 ғасыр емес пе? Интернет не үшін? Хабарландыру бер. 5 минутта үйіңе бірнеше қыз сұраныс жасайды. 1-2 күн батылы бармай жүріп, ақыры Гүлсім хабарлама жүктеді. Сол-ақ екен, Жамал айтқандай бірнеше адам хабарласты. Еркегі бар, жасы бар, жасамысы бар. Соның бірі Алмажан есімді әйел өзін әскери қызметкермін деп таныстырды. Дауысы жағымды, жас әйел сияқты. Өз үйінің басқа қалада екендігін, 2-3 жылға осы қалада болатынын жылдам айтып, кешке келіп танысатынын ескертті де телефон тұтқасын қоя салды. Гүлсім, Алмажан әскери қызметкер болса, таңертең кетіп, кеш келеді. Жас балалары жоқ әйел болса, пәтер ақысын дұрыс төлесе, келісуге болады екен деп ой түйді. Гүлсімге Алмажан ұнады. Содан бері 2 жыл уақыт болды. Апалы-сіңлідей бір-бірінің сеніміне кіріп, аралас-құралас болып сырлас жандарға айналды. Тіпті екеуінің алыс жақын туыстармен де етене жақын таныс болып кетті. Гүлсім жұмыста бір әріптестерімнің мерей тойы болады. Тойға тағып баруға алтын сырғаларыңды бере тұрасың ба? Дейді шай ішіп отырып Алмажан. Әрине, тіпті қыздарым сыйлаған гауһартасты сырғам мен жүзігімді тақсаңшы. Қандай көйлек киесің? Әскери формамен бармайтын шығарсың, деп қалжыңдап, біраз екеуі күліп алды. Гүлсім алтындарының қайда тұрғанын айтып, өзінің кеш келетінін ескертті. Алмажан Гүлсімнің қораптағы асыл бұйымдарын көріп, өзі ойнақшып кетті. Әрқайсысын бір тағып көріп, айнаның алдына ұзақ тұрды. Шын мәнінде Алмажан мерей той емес, жақында танысқан жігіт Қанаттың пәтеріне бармақшы. Қанаттың 2 бөлме үйі жинақы шашылып жатқан ештеңе жоқ. Тура әйелі бар еркек сияқты. Ыдыс-аяқтары да орнында.
Ас бөлме, қол жуатын бөлме, дәретхана бәрі де тап-тұйнақтай көрінді. Содан бері Алмажан жиі-жиі Гүлсімнің үйіне келмей қалатынды шығарды. Жұмыста кезекшілікте қалдым десе, енді бірде ауырып қалған әріптестерінің орнына кезекші болдым деп сылтаурататын болды. Қанат Алмажанды шығарып салып жүріп, Гүлсім жоқта бұл үйге де бас сұққан. Ол Гүлсім туралы сұрастырып анық-қанығына жеткен. Оның кімі бар, несі бар, бәрін дағы тіпті қай заты қай жерде тұратынын да байқаған сыңайлы. Гүлсімнің туыстарының қарапайым адамдар екенін де хабардар. Күндердің бір күні Қанат Алмажанға аянышты дауыспен телефон соқты. Кеше түнде мен жұмыстан келсем, үйіме ұрып түсіпті. Заң қызметкерлері есікті жауып кетті. Рұқсатсыз ашуға болмайтынын айтты. Қанат кеше түнде мен киіп келіп қалдырған Гүлсімнің тонын қалай аламын, менің рұқсатсыз кигенімді ол тіпті білмейді. Ол өте қымбат шетелдік дүние. Ол жупаны да менің дубленкамды да алып кетіпті. Шапкамды айтсаңшы, бас киімсіз қалдым. Алмажан не істерін білмей дал. Гүлсімге ол жігітпен кездесіп жүргенін айтпаған еді. Сол күні қасақана Алмажан шынымен де кезекшілікте қалатын болды. Қанат, ертең кездесейік. Мен бір тәулік жұмыста боламын. Бүгін Гүлсім де анасының қасында қонатынын айтқан. Әлгі жуаны қалай да орнына қоюым керек. Қанат көңілденіп сала берді. Алмажанды апарып жүріп, Гүлсімнің пәтерінің бір кілтін еншілеп алған. Оны екі әйел де байқамады. Бұл оның әдетке айналған әдісі болатын. Кезекшілікте отырып бірнеше рет соққан телефон қоңырауына жауап бермеген Қанаттың қылығына Алмажан күдіктене бастады. Ол кезде Қанат Гүлсімнің үйінде аспай-саспай жабырқап керегін алып жатқан. Алмажан Қанатпен тілдесе алмай, қапа болып, өзіне сенген Гүлсімнің құндыз тоны туралы ойлап келе жатып, есікке таянғаны да сезбей қалды. 2 жылдан бері өзі үйіндей қай зат қай жерде тұратынын жатқа біледі. Кейбір заттар орнынан қозғалған сияқты. Жүрегі бірдемені сезгендей жылдам басып, Гүлсімнің алтын бұйымдары тұратын қобдишаны ашып қарады. Алмажан көріп жүрегін, асыл бұйымдар орнында жоқ. Гүлсім, қайдасың, қашан келесің? Үйге ұры түскен сияқты. Есік жабық, бірақ сен өзіңнің алтындарыңды алып кетіп едің. Не дейсің? Мен бүгін әлі үйге барған жоқпын ғой. Ұрылығы нес? Ұры дейсің бе? Гүлсім бастығынан сұранып тездетіп үйге жетті. Гүлсімнің алтындары мен ақшасын қай жерде сақтайтынын Алмажан көңілді бір кеште Қанатқа айтқаны есіне түсті. Басқа бәле тілден деген осы. Алмажан Қанатты ұнатқаны сондай, еш күдіктенбепті. Оның тегін тіпті жұмыс орнында сұрауды білмеген Алмажан іштей өкініп отыр. Телефонын көтермеген жігіт бұл кезде шала байып, оңай ожалны емденіп өз үйіне оралған. Қымбаттым, балалар сағынды, келдің-ау әйтеуір. Енді іссапарға жіберерде бастығыңа өзім барып өтініш айтайыншы. Басқалар бар емес пе? Жаным, Дариға, олай деме, іссапар деген ақша ғой. Айлап жүрсем де ақша келсем болды емес пе? Дос бол, осы жолы ұзақ жүрдің ғой. Апамдарды сағынып жүрмін. Балаларды алып барып қайтайықшы. Айтпақшы, дос бол, кірлеген киімдеріңді жуайын әкел. Жоқ, ол киімдер таза, қазір өзім шығарып беремін. Досболдың дауысы ащылау шықты. Жылдан барып бір-екі жейдесін шығарды. Сөмкенің ішкі қалтасындағы асыл бұйымдар мен бір бума ақшаны көріп қояды ма деп есі шыққаны сондай, кіші баласының ойыншығына сүрініп те қалды. Тух, жаным, не болды сонша ыршып? Сөмкеңде алтын бардай. Алмасқа берер ойыншық ала келсең нетті? Балаң қуанып қалар еді. Дариға, пойыздан түскен бойда саған жетуге асықтым ғой. Әке, жаңа жыл кешінде киетін костюм керек. Дос, осы сендердің жұмыс орындарында ешқашан қызметкерлердің балаларына жаңа жылдық шырша мерекесі болмайды ма? Мекемелерің қай жерде орналасқан? Дос бол, қыпың ете қалды. Бірақ жарына, балаларына байқатпады. Оның бұл әдетін жеңіл жолмен жан қинамай ақша тауып жүргенін 5 жыл бірге тұрып, 2 балалы болғанша сезбеген Дариға қанен қаперсіз сүйген жарына адал. Жер домалақ. Адам мен адам әйтеуір бір кездеседі екен-ау. Сол Қанатпен дос бол, Алмажанмен кездесіп қалды. Қаладағы үлкен дүкеннің 3-ші қабатына эскалатормен көтеріле бергенде қарсы түсіп келе жатқан Қанатты көріп қалған Алмажан алғашқыда абыржып қалды да өз-өзіне келіп тездетіп кері бұрылды.
ұстаңдар ананы, таныс ұры деп айқай салмақшы болды да ақылға келді. Қанатқа байқатпай соңына түсті. Ол отырған автобусқа ол да кірді. Түскен аялдамадан ол да шықты. Алмажанның ойы сан жаққа кетті. Қалай тұзаққа түсірсем екен, әлде үйіне бірге кірсем бе екен? Арада аз минуттар өткені сол еді. Алмажан қанат деп айғай салды. Таныс дауыс құлағына естілгенде күндерін күдікпен өткізіп жүрген Досбол жылдам бұрылып, Алмажанды итере соғып кері бұрылды. Көп қабаттың үйді екінші қабатына көтерілгені сол болатын. Сыртқы қосымша шығар есіктен жерге секіріп кетті. Аяқ-қолы сынып, жамбас сүйегі жарылған Досбол қазір ауруханада. Жанында отырған Алмажанға: "Сіз кімі боласыз? То есть сіз ол кімге болады? Сыртқа шыға тұрыңыз", деді медбике. Қолындағы шприц дәрілерін ауру жігіт жанындағы тумбочкаға қойып жатып: "Мен оған ешкім емеспін. Ол просто таныс ұры. Оның аты-жөні, жұмыс орны туралы айтыңызшы". Алмажанның бұл сұрақтарына таңқалыспен қараған медбике: "Дәрігерден сұраңызшы. Қазір ол кезекшілікте отыр". Кезекшілік бәрі осы кезекшіліктен басталып еді. Алмажан терең күрсінді. Алмажан өзінің адалдығын дәлелдегісі келіп, ертеңіне Гүлсімді ала келді. Досбол дәрігерлерге байқатпай ауруханадан қашып кетіпті. Ол болған жайтты Гүлсімге ауруханаға дәлізінде отырып еш бүкпестен айтып берді. Көз жасы алдындағы қол сөмкесіне тырс-тырс тамған Алмажан ұры жігітті ұнатып қалғанын да жасырмады. Ащы да болса шындықты баяндаған Алмажан Гүлсім алдында өзін бейшара сезініп отыр. "Гүлсім, болатын іс болды. Жүр үйге қайт. Мен сені күдіктеніп едім. Сен де кешір. Тіпті сені полицияға бермекші болдым. Неге бірінші күні жоқ болып кеттің? Заттарыңды неге алып кеттің? Қанатпен сыбайлас емес шығарсың". Алмажан көз жасын тез тыйып: "Мен сезімнің құлы болдым. Алдандым. Тоныңды өзім төлеп беремін". "Төлеген нес? Сен ұрладың ба?" "Жоқ, рұқсатсыз киіп жүрдім. Сен оны байқамадың құрбым. Қанаттың алдында әдемі көрінгім келді. Бәрібір мен кінәлімін". Гүлсім Алмажанның шындықты айтқанын үшін кешірді. Жас әйелдің жан дүниесіндегі алай-дүлей өкінішке толы сезінді. Екі келіншек біресе жылап, біресе күліп, еркектердің айласы жайында, Қанаттың қылығы, Досболдың денсаулығы туралы бас шайқап әңгіме отыр. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.